Мендель заңдары. Мендель заңдарын меңгеру үшін келесі ұғымдарға назар аударайық. Доминантты ген, басым ген үлкен әріппен белгіленеді. Рецессивті, басылыңқы ген кіші әріппен белгіленеді. Генотип, ағза гендерінің жиынтығы. Ол гомозиготалы немесе гетерозиготалы болады. Фенотип, генетикалық белгілердің сыртқа шығуы. Өз зерттеулері үшін Мендель өсімдіктің екі түрлі сортын алды. Мысал ретінде сары және жасыл тұқым беретін бұршақ өсімдігін қарастырайық. Ол өсімдіктерден бірнеше ұрпақ алып, өсімдіктің таза сорттармақ екеніне көз жеткізді. Мендель сары бұршақ гүлдерінің бірінен аталықты, ал басқаларынан аналықты алып тастады. Жасыл бұршақты да дәл солай жасады. Одан кейін екі сортты бір-бірімен айқас тозаңдандырды. Гүлге басқа тозаңдар түсіп кетпес үшін гүлдің бетін шағын қалпақшамен жауып қойды. Бірінші ұрпақтарынан екі жағдайда да тек қана сары бұршақ пайда болды. Бірінші гибридтік ұрпақтан пайда болған бұл белгіні Мендель доминантты деп атады. Кейінірек 1902 жылы Бетсон мен Сондерс оны F1 таңбасымен белгілей бастады. Осылайша Мендельдің бірінші заңы, яғни бірінші ұрпақ будандарының біркелкілік заңы немесе басымдық заңы тұжырымдалды. Қарап отырсаңыздар, сары және жасыл бұршақтан сары бұршақ пайда болды, бірақ ода жасыл бұршақтың гені бар. Мендельдің екінші заңы. F1, яғни бірінші ұрпақтан алынған бұршақтарды Мендель санап, сақтап, келесі көктемде қайта екті. Енді F2-де жасыл бұршақтар пайда болды. Мендель бірінші ұрпақта көрінбеген белгіні жасырын болды деп болжап, оны рецессивті деп атайды. F2-дегі 7324 бұршақ өсімдігінің 5474-і доминантты, ал 1850-і рецессивті болды. Мендель осындай тәжірибені өсімдіктің 7 альтернативті белгісі бойынша жасап, доминантты және рецессивті белгілердің ара қатынасы 3:1 болатынына көз жеткізді. Бұл Мендельдің екінші заңы. Яғни, қандай альтернативті белгіні алса да, гүлінің түсін, бұршақтың пішінін, бұршақтың түсін, барлығында да осы тәжірибені жасағанда, екінші ұрпақта, яғни F2-де белгілер 3:1 ара қатынасында ажырайды. Немесе пайыздық көрсеткішпен айтатын болсақ, 100%-ның 75-і доминантты белгі болды, ал 25%-і рецессивті белгі болып көрінеді екен. Бұл белгілердің ажырау заңы немесе Мендельдің екінші заңы. Келесі, Мендельдің үшінші заңы тәуелсіз тұқым қуалау. Бұл жерде Мендель дигибридті будандастыруда бұл заңды тұжырымдайды. Ұрпақта балаларында ата-анасында жоқ жаңа белгі пайда болады. Мендель сары тегіс бұршақ пен жасыл бұдыр бұршақты бір-бірімен будандастырған кезде, одан сары тегіс, сары бұдырлы, жасыл тегіс және жасыл бұдырлы бұршақтар пайда болды. Яғни ата-анасында жоқ белгі ол сары бұдырлы және жасыл тегіс. Осыдан Мендель қорытынды жасап, белгілер тәуелсіз тұқым қуалайды деген тұжырым жасады. Бұл Мендельдің үшінші заңы. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.